Сәлем достар, бүгін сіздерге паразиттерден құтылуға көмектесетін ең керемет және қауіпсіз, сенімді, эффективті рецептпен бөлісемін. Бұл рецептте тек қана асқабақ дәнін қолданамыз. Асқабақ дәнінің құрамында кукурбитин амин қышқылы болғандықтан ол паразиттердің жүйке жүйесін парализовать етіп тастайды. Соның салдарынан олар қозғалыссыз қалып, нәтижесінде организмнен табиғи түрде шығады және ол адамға еш зиянын келтірмейді. Асқабақтың дәнінің құрамында витаминдер мен микроэлементтер өте көп мөлшерде бар. Олар мысалы магний, кальций, фосфор, темір, калий, натрий, мырыш, селен, мыс, марганец сияқтылар бар. Бұндай дәнді сонымен қатар кейбір жүкті әйелдер анемия кезінде қолданса болады, және токсикоз жеңілдетуге де қолдануға болады. Және де іштің дұрыс жұмыс жасауына, яғни дәретке дұрыс шығу үшін де осындай сүт жасап қолдансаңыз болады. Бұндай асқабақ сүтін дайындау үшін бізге әуелі 1 стакан асқабақ дәні қажет болады. Оны жылы суға үй жағдайында, үй температурасында салып қоямыз 2-3 сағатқа, немесе түнге қалдырсаңыз да болады. Егер түнге қалдырсаңыз, оны таңертең жақсы болып жібіп тұрады сіздің дәндеріңіз. Сол тұқымды алып, біз блендерге салып жібереміз. Ішіне су құямыз. Шамамен 400 мл су қажет болады. Блендерде жақсылап езіп алыңыз. Барлық бөлшектер майдаланып, ұсақталғаны бізге жақсы болады. Себебі қаншалықты майда болса, соншалықты ол өзіне барлық пайдалы дәрумендерді алып қалды деген сөз. Блендермен жақсылап езіп болғаннан кейін сүтімізді сүзгіден өткіземіз. Және сүзгіден өткеннен кейін, егер сүтіңіз қою болса, қалауыңызша оған су қоссаңыз болады. Міне осымен сүтіміз дайын болды. Сүтімізді енді таңғы асқа дейін 2 сағат бұрын аш қарынға қабылдауымыз қажет. Ал емдік мақсатта бұндай сүтті ересек адамдарға күніне 1 үлкен стакан ішкені дұрыс болады. Ал 5-10 жас аралығындағы балаларға сондай стаканның жартысы 1 күнге ішу қажет. Ал бала егер жасы 1 жастан 4 жасқа дейін болса, онда 2 ас қасық күніне ішкені дұрыс. Жалпы бастағанда 1 ас қасық беріп бастаңыз. Бұндай емдік шараны 3-5 күнде жасаңыз. Профилактика ретінде 1-2 рет аптасына жасауға болады. Бұндай керемет сүтті сонымен қатар банан қосып балаларға да беруге болады. Ал қалған езбені оны салатқа, суп, пюреге немесе өзіңіздің смузи, кашаларыңызға қоссаңыз да болады. Бұндай дайын болған сүтті 3-5 күн бойы тоңазытқышта сақтауға болады. Ең басты ескеретін жағдай, бұндай сүтке сізде аллергиялық реакция болмау керек және ішкеннен кейін асқазаныңыз ауырмағаны дұрыс. Сонымен қатар, егер сізде өт жолдарында тас болса, абайлап ішкеніңіз дұрыс болады. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіз. Рецепті міндетті түрде пайдаланыңыздар. Лайк басып, каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар.